Бұл жерге енді бүгін таңда котлованы қазылған, жер телімін алған құрылыс компаниясы бар. Бейнеу ауданында тұрғын үй қоры толықтай ескірген, соған байланысты екі қабатты жаңадан тұрғын үй саламыз деп. Бұл ауданның енді тұрғын үй қорын жаңарту мақсатында жүргізіліп жатқан құрылыс. Ол құрылыс компаниясы келесі жылы құрылысын бастап аяқтауды жоспарлап отыр. Үйдің айналасында жаңағы қалай болғанда да бұл құрылыс сол жерге салынады. Салыну керек. Түсінікті. Бейнеу ауданында орыс тілінде оқытылатын балаларды өз алдына бөлек мектеп берілсе екен. Себебі өз алдына мектеп болған, кейін Абай атындағы мектепке қосып жіберді. Қазір балалардың орыс тілді үйрену өте төмендеп кетті. Соған жағдай жасасаңыз дейді. Бұл мәселе шындығында бар. Бүгін таңда шешу жолын көріп отқан жоқ. Себебі салынып жатқан жаңадан бізде мектеп жоқ. Бірақ қалай болғанда да сол мектепте? Аралас мектепте, сол мектепте олар енді орыс қазақты бөлетін жерде мәселе жоқ. Орнына аралас мектептер болған. Солай оқу процесін жалғастырған дұрыс деп есептеймін. Түсінікті. Сұрақтарыңыз өте көп. Тұрғындарыңыздан Азанбалық көшесінің жарты көшесіне су келіп, ал жартысында су неге жоқ дейді. Су мәселесін енді шешеміз деп отырсыз ғой, 4-5 кезеңінде. Ол 4-5 телінде бір жартысы сол жақта. Жұмабаев көшесінде де су жоқ дейді. Жалпы су мәселесі өте өзекті мәселе көрінеді. Су мәселесі жаңа айтылып отқан. Сырым, Датылы көшелерінде де су жүргізіле депті. Ауданның енді қалып отқан жаңа 18% осы тұрғындардың өтініштер болу керек. Жаңа айтылып отқан келесі жылы. Учетта тұрған мұғалімдерге аудан тарапынан шипажайға жеңілдік берілеме, басқа облыстардан мектептерден 50% төленеді екен дейді. Енді бұған әлеуметтік қорғау бөлімі бар, арнайы соған өтініш білдіру керек. Сол жерде арнайы комиссия болды, сол қалап шешім қабылданды. Сәлеметсіз бе, Сәтбаев көшесімен жүретін жетілік газелі өте сирек жүреді, әрі адам өте көп болады. Соған үлкен автобус қоятын мүмкіндік бола ма депті. Бұл енді маршруттар бойынша біздерде ауқым жұмыс жүргізіліп жатыр қазір. Маршруттардың өздеріне де жедел желі деп біздер сотовый телефондар жазып қойдық. Жаңағы сол мобиль телефондар бойынша олар звондап, телефон соғып, сол бұзушылықтар болатын болса бізге хабарласса, біздер жедел түрде шара алып, жыл басынан бері енді 2 маршрутный автобусты біздер маршруттан шығардық. Сондай халыққа дөрекілік көрсеткен ішіне кондуктор бар. Болмаса тоқтамай кеткен аялдамаға жүргізушілер бар, маршрутта қызмет көрсетіп жүргендер. Енді бақылауға аламыз, жаңа айтылып отқан жетілік маршрутында мәселе. Түсінікті. Телекөрерменіміз бар екен, байланыста тыңдап отырмыз өзіңізді. Қысқа нұсқа қойсаңыз сауалыңызды. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз сауалыңызды қойсаңыз. Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, біздің көшелерде мусор контейнерлері жоқ, соны орнату жалпы биылғы жоспарда бар ма депті. Досат, Шолтаман, Есекмерген, Атағозы тағы басқа көшелерде түгел мусор контейнерлері жоқ деген. Біздер жалпы мусорға қатысты контейнерлер ауданда қызмет көрсетіп отқан компаниямыз бар. Бейнеу Мехтранссервис дейтін 108 мусор қоқыс жәшігі бар. Оларды көп қабат тұрғын үйлердің қасына орналастырып, солардың мусорларын шығарып отыр. Ал жаңа жекелеген тұрғын үйлер, болмаса ауданымызда бізде 9700 аула бар. Жеке аула барлығы көпшілігі жеке тұрғын үйлер. Солардың ауласына бүгін біздер бүгінгі таңда Құлсарының тәжірибесін алып, тариф бекітіп, әрбір үйдің тұрғынына 284 теңгені төлеу арқылы келісім шартқа отырғызып, арнайы мамандандырылған мекемелер арқылы үйдің ауласында мусорды шығару жөнінде. Ал жекелеген каждый үйдің қасына біздер айтылып отқан контейнер қою мүмкіндігі жоқ. Көшелердегі қоқысты тазартуға қандай бір мекеме бар, олар тазартып бүгінгі таңда қызметін атқарып отыр. Жұмысын қадағалайсыз ғой? Жұмысын қадағалап отырмыз. Қадағалауға тура келеді. Қадағалауға міндеттіміз. Тұрғындарыңыздың айтуы бойынша. Дұрыс айтасыз. Жалпы денсаулық мәселесінде мына сәбилердің шетінеуімен туберкулезбен ауыратындардың саны деңгейінің жоғары болуына не себеп болып отыр? Дәрігерлеріңіз 120 дәрігеріңіз бар, аудан бойынша, аудан көлемінде. 2 ауруханаңыз бар. Так, енді жаңа айтылып отқан ауданымызда 32 мамандық бойынша. Жалпы дәрігерлердің жұмысына өзіңіздің көңіліңіз тола ма?
Арыз шағым дегендей тұрғындарыңызда? Арыз шағым әрине қай жерде болмасын, денсаулық сақтау ұйымдарына арыз шағымдар болып тұрады. Оған енді біздер өзіміз шарамызды қолданып отырмыз. Бүгінгі таңда орталық аурухананың басшылығында өзгерістер бар. Содан кейін енді жаңа сәби шетінеу бойынша да біздер былтырғы деңгейдеміз. Бүгінгі таңда 15 сәби шетінеген, 1937 бала, 1570 бала бүгінгі таңда дүниеге келіп отыр. 9-да 2 промилль деңгейінде болып отыр бала шетінеу. Оның барлығын бақылауда ұстап отырмыз. Әр баланың шығыны бізге. Қандай? Әрбір баланың енді әртүрлі бала патологиямен туылады. Сондықтан оның 15 баланың 8-і осы орталығында шетінеген. Емдеуге уақытылы жіберіп отыр. Бірақ дегенмен енді біздер осы бала ана денсаулығына қатысты жұмысты қолға алып, ары қарай күшейтіп, кадрлық өзгерістер енгізіп, сондай жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Рахмет. Желіде телекөрерменіңіз бар. Қысқа нұсқа қойсаңыз сауалыңызды. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Алло. Айта беріңіз, қысқа нұсқа. Алло. Айта беріңіз. Бейнеу ауданының әкімі Бейнеу көңіл қосылған сұрағым бар. Бейнеу ауданында. Алло. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз өзіңізді. Мен Бейнеу көңіл қосылына жұмысқа табыс тілеймін. Мен бұрын Бейнеу ауданында мал сою пункті болған. Оны қазір тасып жіберіп, біз 10 шақты адам еңбек ақымызды ала алмай қалдық. Оның енді қалай сатылып кеткенін білмей отырмыз. Қандай көмек бере аласыз? Жақсы. Жабылған мекеменің бұрынғы жұмысшыларының айлығы алынбай қалған. Мен енді бұл кісіні осы Бейнеу ауданының тұрғыны болатын болса, жекемен қабылдауыма келсін. Ары қарай оның егер заң түрде алажағы айлығы болатын болса, біздер арнайы органдар бар, прокуратура арқылы барлығымызды жұмыстанамыз. Нақты тексересіздер. Нақты тексеру жұмыстан жүргіземіз. 2700-дің үстінде шағын және орта кәсіпкерлік нысандарыңыз бар екен. Негізгі бағыты қандай? Енді 2727 біздерде кәсіпкерлік, орта және кіші кәсіпкерлік субъектілері тіркелген ауданымызда. Аудандағы жұмыспен қамтылған тұрғындардың 38,6%, яғни 10.540 адамы, 49 адамы осы кәсіпкерлік нысандарда қызмет етеді. Олардан 909 миллион теңге салық төлеп отыр. Ауданның жеке бюджеттік меншікті кірісінің 35%. Жалпы кәсіпкерлігіңіз жақсы екен. Кәсіпкерлер өркендеуі жақсы. Өркендеуі жаман емес. Өркендеуіне жалпы үкімет тарапынан да жақсы қолдаулар көрсетіліп отыр. Ауданымыздың әртүрлі бағдарламамен 61 кәсіпкер 246 миллион теңгенің несиесін алды. 66 жұмыс орнын құрып отыр бұл кәсіпкерлер. Бизнестің жол картасымен, бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша 5,5 миллион теңгеге кепілдендіру бойынша 2 жоба мақұлданды. Нұркапитал бағдарламасымен 29 жоба қолдау тауылып, 362 миллион теңге бүгінгі таңда комиссиядан қолдау тауып отыр. Оның 21 миллион теңге болатын бір жоба несиеленсе, 30 миллион теңге болатын 2 жоба бүгінгі таңда жақын арада осы несиеленеді деп күтіп отырмыз. Бизнес бастау жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерде 218 адам оқытылып, бизнес кеңесші негізінде 32 адам оқып, 32 адам оқып сертификаттарын алуда. Ауылымызда әртүрлі кәсіпкерлерге қатысты кәсіпкерлікті дамыту мақсатында үлкен-үлкен бизнес форумдар ұйымдастырып отырмыз. Жақын арада осы іскер әйелдер форум өтті Бейнеу ауданымызда. Көптеген ауданымыздың іскер қысқа дайындыққа да жаттығу өткіздіңіздер. Үлкен ондай дайындықтар жүргізілді. Байланыста телекөрерменіңіз бар екен, сауалын тыңдалық. Қысқа нұсқа айтсаңыз. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Бейнеуде Тосын дейтін көше бар, ойдағы Тосын дейтін. Соған газ құбыры тартылады екен, сол жайлы айта кетсеңіздер. Рахмет. Тұрсын көшесінде бүгінгі таңда жаңағы бізде бұрын осыдан 20 шақты жыл бұрын, 30 шақты жыл бұрын
сол көшелерге әртүрлі жаңа примитивный способ дейді, сонымен тартылған газ құбырлары бар. Оған енді Қазтрансгаз аймақтың өзінің модернизация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ескірген құбырларды жаңадан жаңа методпен жер астымен газ құбырларын жүргізіліп жатыр. Енді Тұрсын көшесінде газ құбыры болу керек, соны ауыстыру мәселесі шығар айтылып отырған. Егер газ құбыры жоқ болатын болса, қолға алып шешу мүмкіндігін қарастырасыз. Түсінікті. Сәлеметсіз бе? Осыдан 6 жыл бұрын үкімет үй берген сол кезде 5 жылдан кейін тұрғындардың атына өтеді делінген. Білгім келетіні сол үйлі тұрғындардың атына өтеме дейді. Бюджеттік мекемеге берілген үй болар. Болмаса әлеуметтік аз қамтылған мәселелер тұрғындар. Бұл енді нақты мәселені қарау керек. 3 категория бойынша бүгінгі таңда үй беріледі. Арендный жилье дейтін бар, ол жаңағы ай сайын өзінің төлем ақысы. Сосын белгілі бір жылдан кейін өзінің жаңағы остаточный стоимостьмен сатып алуға мүмкіндік бар жаңағы. 5 жылдан кейін. 5 жыл, 5 жыл ма, 7 жыл ма, мен нақтан 5 жыл скорее. Түсінікті. Жеке қабылдауыма келсін, біздер нақты жауабын береміз. Осы азаматшаң жеке нақты қарап мәселесіне жауап береміз. Рахмет. Есек мерген бір көшесінде жаңбыр қар жауса жүре алмайды. Сол көшеге оқушылар жүретін тротуар болса дейді. Жалпы Есек мерген көшесімен толықтай асфальтталған, жаяу жүргіншілер жүретін тротуар салу жалпы ойымызда бар. Бюджет өтінім, жол сметалық құжаттамасы есептер жасалған. Келер жылға жоспарда бола ма? Келер жылға жоспарлаймыз. Түсінікті. Мынау Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан Республикасы шекарасы автомобиль жолының құрылысын аяқтауды қашанға жоспарлап отырсыздар? Бұл жол Нұрлы жол бағдарламасымен 2017 жылы шілде айында басталған. Нормативтік сұрақтары бар. 38 ай. Бұл жол келесі жылы жылдың аяғында аяқталып, 85 шақырым жол іске қосылады. Бүгін таңда Ақжігіт пен Тәжен арасындағы жолдың 2 слой асфальты төселіп, қатқыл жол пайдалануға беріліп отыр. Өзік бері қарай сыңғырлауға дейін жол бар. Келесі жылы жол аяқталады, тапсырылады жол. Балдырған балабақшасына күрделі жөндеу жүргізуге ықпал етіңізші дейді. Жақсы бақылауға аламыз, қараймыз, комиссия жібереміз Балдырған балабақшасын. Бір жыл болды, күйеуім жұмыссыздыққа тіркеліп қойғаны, әлі жұмыссыз, аты жөні Қайыпов Есенбай. Тұрақты жұмысқа тұруға көмектессеңіз екен дейді. Жалпы жұмыссыздық мәселесі қаншалықты өзекті? Жұмыссыздық мәселесі өзекті мәселелердің бірі ауданымызда. Жаңа айтылып отқан біздер Ерарстрой әртүрлі Атырау облысында мекемелермен меморандумға отырып, осы жұмысшылар керек болса ауданымыздан тартуыңызды сұраймыз деп, бұрындары Форт Шевченкомен де келісім шартқа отырып, осы тазалық жұмыстарына жұмысшылар жолдап отқанбыз. Бүгінгі таңда енді Қайыпов Есенбай келсін, біздер мамандығын қарап, ары қарай сұраныс бар жерге бұл азаматты жұмысқа жібереміз. Ауданның орталығында көлік қақтығысы көбейіп, адам өлімі болып жатыр. Орталық көшелерге бейне камера орнату жоспарда бар ма дейді. Жалпы ауданның орталық көшелерін, асфальттанған көшелерінде көліктердің жаңа айтылған қат жүруіне мәселелер бар. Биыл үлкен авариялар болды. Енді жалпы бақылауға аламыз. Видеокамера орнататын жалпы ойымызда бар бұл мәселе. Бар. Бүгінгі таңда біздер жеке кәсіпкерлер қаражатты қажет етеді. Кәсіпкерлерге біздер өтініш жасап отырмыз. Кәсіпкерлерде бейнекамера орнатып, сол жердегі жол қозғалысы ережелер бұзылған жағдайда сол кәсіпкерлерге жүгініп, солардың видеокамерасын қарау арқылы қазір осы істердің бәрін. Ал нақты көшелерге орнату әзір жоспарда жоқ. Бюджеттен енді қаражат қарастырылды, бұл мәселе бар. Мәселені шешуге тырысамыз, келесі жылға бюджеттік өтінім жасап. Телекөрерменіміз бар байланыста. Сұрағыңызды нақты қойсаңыз. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз ба, тыңдап отырмыз. Жұмысымға табыспен, енді сұрағым Бейнеу Алло? Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Бейнеу тоқ тарихын білейін десем,
маған нақты тоқтың тарифін айтпай отыр. Мекеме жұмысшылары маған өте дөрекі жауап берді. Бір емес екінші 3 рет болды осындай жағдай. Нақты сауалыңызды айтыңызшы. Бейнеуде сықызау. Болды, түсінікті. Рахмет. Бейнеуде жалпы тоқтың тарифі 18 теңге 84 тиын. Оның биыл шілде айынан бастап бұрын 20 теңге 3 тиын болған. 5-9%-ға арзандатып, бүгінгі таңда тарифтің басы 18 теңге 84 тиын. Жалпы орталықта облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, елбасының жолдауына сәйкес облыста топ құрылып, ол мәселе күнделікті талқылануда, тарифтерді түсіру жөнінде. Әрі қарай жұмысын жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе, Бейнебек мырзаға сұрақ. Шәкәрім, Сырым, Датлы, Айназар көшелеріне биыл су жүргізбеме дейді. Жалпы су мәселесі өте көп. Су мәселесі айтылып отқан 4-5 кезең. Бұл мәселе келесі жылы бұйыртса, Алла қаласа, қаржы бөлінсе, біздер мәселені толықтай шешеміз. Бейнеу ауданы Қазмұнайгаз заправкалары ашыла ма алдағы уақытта деп сұрапты бір тұрғыныңыз. Ауданда Қазмұнайгаз заправкасы бар, күнделікті жұмыс жасап тұр. Жалпы қанша газ заправкаңыз бар аудан көлемі? Аудан көлемінде бізде 12 газ заправка бар. 12 газ заправканың 4-еуі аудан орталығында, қалғандары жол бойында Боранқұл, Сарға дейтін ауылдарда орналасқан. Газ жеткілікті, газбен мәселе жоқ. Асау барақ кесенесіне тоқ көзін жеткізе аласыз ба? Асау барақ кесенесін енді біздерде Тұрыш ауылының ар жағында 15 шақырым жерде орналасқан. Бюджеттің енді бұған қаржы бөлу мүмкіндігі жоқ. Себебі бұл жерде халық тұрмайды, елді мекен жоқ. Жалпы былтырлары осы ел азаматтарымен бұл талқыланған. Альтернативті жаңағы энергия көздерінің мәселесі біздер ұсыныс жасадық. Бар екен, бұрын бұзылып тұр екен, соны жөндеу жұмыстарын жүргізуге біздер көмектесеміз, қараймыз, ары қарай тағы да бұзылып тұрған жерлерін жөндеп беру. Қашан болатын нақты айта алмайсыз? Мен енді кездесу ұйымдастырамын ертең осы Асау барақ кесенесінің басында. Тұрыш ауылында спорт мектебі қашан салынады деген сауал бар. Тұрыш ауылындағы жалпы халықтың өтініші болған, мектебінің спорт залы іші тар, бұрын салынған, соған біз салып берсеңіз дейтін. Оған бюджетті өтініміз бар, жобалық сметалық құжаттама жасақтауға. Қолдау табылса, жобалық сметалық құжаттамасын жасақтап, ары қарай жаңадан мектептің спорт залын салып беруге қараймыз мәселені алдағы уақытта. Сәлеметсіз бе, Бейнеудегі жаңа колледж қашан салынады дейді? Жаңа колледж Бейнеуде. Бүгін таңда бізде колледж болған, 1,6 миллиард теңгенің 400 орындық колледжін салу 3 жылдан бүгін таңда сентябрь айында жобалық сметалық құжаттамасы қолдау таппай, сметалық құжаттамасын бүгін таңда мезгіл өтіп кетті. Қайтадан жасақтауға тура келеді. Қайтадан жасақтау, енді өтінім беруге мүмкіндік бар, бірақ бүгін таңда қолдау таппай отыр. 3 жылдан бері өтінім беріледі. Түсінікті. Телекөрерменіміз бар. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз, нақты қойыңызшы сұрағыңызды. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қойсаңыз. Сәлеметсіз бе. Жеделдетіп. Сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Алло. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе. Бейнеу мектеп жанындағы Құшшы көшелерінде кейбір жерлерде газ шишесі қойылмай кеткен. Не қойылмай кеткен дейді? Не қойылмай кеткен дедіңіз? Газ шиттері. Бейнеу мектебі жанындағы жалпы барлық көшелерге газ қоры тартылған. Енді мәселені енді нақтырақ қаулау келгесін жеке қабылдауыма келсе, мен мәселені газ несі қойылмай алған естілмей қалды. Бақылау оламыз енді. Газдың шиттері қойылмай кеткен. Газдың шиттері? Иә, газ мамандарына барған кезде нақты жауап айтылмаған. Неліктен деген сауал. Қазтрансгаз аймақпен бұл бақылауға аламыз, бұл сұрақты. Шешімін табады ертең ары күндер. Тауыр мәселе, өнер мектебінің оқушылары сайыстарға барған кезде жолдың ақысын ата-аналар көтереді екен, неліктен? Енді
Бұл мәселе бойынша өнер мектебінің басшылығымен біздер талқылаймыз, сөйлесеміз. Енді ол ата-аналарынан қаржы бұл жиналып мәселе болып тұрған мәселе. Үкіметтен қаралған қаржы болу керек. Бұлардың жаңағы командировочный расходтары. Сайыстарға барған кездегі мәселесін, бұл жөндегі мәселені жұмыс бабында қараймыз. Жалпы тұрғындарыңыз арыз шағыммен келгенде қандай мәселе көбірек қозғалады аудан көлемінде? Әрине жаңағы айтылып отқан жұмысқа орналасу мәселесі 35% тұрғын үй әртүрлі сұрақтар бойынша 27,8%. Жыл басынан бері 337 адам жеке қабылдадым. Болды. Ол мәселесі енді су мәселесі мен жолдардың мәселесі деп. Ондай мәселелер бар. Түсінікті. Қазір шыныңызды айтыңыз деген айдарға көшеміз. Ол кезде 10 сұраққа сіз иә немесе жоқ деп жауап беруге тиіссіз. Дайынсыз ба? Дайын. Жақсы адамсыз ба? Иә деп есептеймін. Құран сүрелерін білесіз бе? Білем. Тұрғындармен жиі кездесіп тұрасыз ба? Кездесіп тұрмын. Қайын жұртсыз ба? Жоқ. Тойға көп шақыра ма? Шақырады. Ақшаңыз көп пе? Жоқ. Ауылдарыңыз мұнтаздай таза деп айта аласыз ба? Жоқ, айта алмаймын. Дұшпаныңыз бар ма? Жоқ. Адамның көңіліне қарайсыз ба? Қараймын. Барлық сұрақтарға шын жауап бердіңіз бе? Шын. Бір ауыз түйінді ойыңыз, қысқа-нұсқа, тұрғындарыңызға айтар. Алғашқы кездесуіңіз әрине дегенмен де. Енді ең бірінші осы елдің азаматы ретінде жалпы барлық қазақ халқына тыныштық тілеймін. Елбасымызға амандықшылық тілеймін. Ауданымыздың ары қарай дамуына үлесімді қосам деп есептеймін өзім. Жалпы енді уақыт көрсетеді барлық. Бірге жұмыс жасап, ауданның көркеуіне бірге атсалысақ деген ниет қой. Ниет бар, ондай. Біздерде Facebook желісі бар, берекелі бейнеу дейтін, сол жерде халықтың тыныс тіршілігін әрдайым біздер қойылып отқан сұрақ, көтеріліп отқан мәселелерді қадағалап отырамыз. Жауап береміз, я болмаса іске асырып отырамыз. Қойылған сұрақтарына да, я болмаса. Рахмет, бүгін студиямызға келіп өткізген ашық әңгімеңіз үшін өзіңізге көптен көп рахмет айтамыз. Қымбатты телекөрермен, әкім сағаты хабарының бүгінгі санын осымен аяқтаймыз. Келесі дүйсенбінің тікелей эфирінде Маңғыстау ауданының әкімі Жармағанбет Айтуаров мырзаның болатын естеріңізге сала кетеміз. Эфирде кездескенше.